Сәлем достар, бүгін бізде төртінші сабақ. Сабағымыздың тақырыбы қос дөңгелекті арбалар және империялар. Енді нақтырақ айтатын болсақ, кіші Азиядағы және Орта Азиядағы кезіндегі Кушан, Бактрия, Парфия, Парсы патшалығы, Ассирия, Хет, Урарту сынды империялардың тарихын қарастырып өтетін боламыз. Олай болса, кеттік. Бірінші кезекте империя түсінігіне мән берсек. Империя дегеніміз бірнеше елдер мен халықтарды бір басқару жүйесіне біріктіретін ірі мемлекеттік құрылым. Мысалы қараңыздар, сіздерге картада мына жерде көрсетілген Рим империясының территориясы көрсетілген, аумағы. Қандай үлкен, мына қараңыздар, қандай үлкен, өте ауқымды мемлекет. Бұл енді бүгінгі тақырыпқа қатысы жоқ, бірақ оны алда өтесіздер. Ең қараңыздар, Рим дегеніміз тек қана мына жерде орналасқан, мына қызылмен көрсетіліп тұр екен, мен басқа түс таңдап алайын қазір мына жерден. Мына кішкентай территорияда орналасқан қала, алғашқы қала. Ол қала не істейді? Бүкіл мына территориялар, мына жердегі Ұлыбританиясы бар, Испаниясы бар, Африканың солтүстігі, кіші Азия территориясы, яғни барлығын жаулап алып, бір орталықтан басқарады. Яғни мына қала, кішкентай Рим қаласынан отырып, мыналардың барлығын басқарады. Яғни міне империя дегеніміз осы. Латын тілінен империум, билік деген ұғымды білдіреді екен. Сонымен империя деген ұғым түсінікті болса, бүгінгі сабағымызды енді ары қаратай жалғастырайық. Сонымен келесі бізде тақырыпша соғыс арбалары. Соғыс кезінде пайдаланылатын қос дөңгелекті арбалар пайда болды. Яғни кезіндегі адамдар қос дөңгелекті арбаға 2 жылқы немесе арба үлкен болған сайын 4 жылқыға, яғни атты жегіп соғыс жаңағы машиналарын жасаған болатын. Мына суретте сіздерге Тутанхамонның қос дөңгелекті арбадағы аң аулауы көрсетілген. Суретті қарасаңыздар, міне қос дөңгелекті арба, дөңгелегі бар, ат жегілген, оған 2 ат қатарынан үстінде отырған Тутанхамон. Яғни арбаның үстінде отырып жауынгерлер немесе жаңағы билеушілер садақпен, найзамен жаңағы қаруланып ататын болған. Шумерлік Лагаш қаласының билеушісі Энату патша қос дөңгелекті арбаға мінген. Яғни оны да біз археологиялық қазба жұмыстары кезінде жаңағы археологтар тауып, суреттерді көрген, яғни ол суреттерде осындай қос дөңгелекті арбалар бейнеленген. Демек дейді, яғни осы нәрсе, мына Энатудың суреті, сол яғни 3-ші мыңжылдықта қос дөңгелекті әскери арбалардың болғандығын дәлелдейді екен. Келесі міне Египет перғауыны Тутанхамонның қос дөңгелекті арбада суреті табылған. Ол жаңа көрсетілген сурет. Ары қаратай кеттік. Енді атты әскердің пайда болуы. Атты әскер дегеніміз түсінікті шығар, жалпы атқа мінген әскер. Мысалы біздің көшпелі өркениетте біздің орталық Азиядағы, яғни біздің ата-бабаларымыз сақтар, ғұндар, қаңлылар, олардың барлығы көшпелі мемлекет, барлығында атты әскер болған. Сол сияқты кіші Азияның территориясында біз айтып атқан осы мемлекеттерде де атты әскер болған. Яғни жаяу әскер жаяу жүретін, атты әскер атпен жүретін. Жылқыны алғаш қолға үйреткен аймақ бұл қазіргі біздің Қазақстанның территориясы, яғни қазақ жері. Қазақ жерінде жылқы жануары алғаш рет қолға үйретілді. Мысыр перғауындары жылқыны қос дөңгелекті арбаны Ассирия мен Мидия елдерінен алдырып отырған. Қазір енді бұл картадан алдағы слайдтарда көрсетеміз. Ассирия қайда, Мидия қайда барлығын көрсететін боламыз. Атты әскерді алғаш шебер пайдаланған сақтар мен кемерлер. Бұлар кімдер? Яғни сақтар түсінікті, ал кемерлер дегеніміз осы сақтардың Европаға қаратай көшкен, Европаға қоныс аударған алдыңғы қатарын біз кемерлер деп атаймыз. Яғни бұлар да сақтар деген сөз. Яғни ең аттың құлағында ойнап, атты әскерді мықты пайдаланған осылар екен. Ары қаратай, енді ежелгі атты әскер бізде 2-ге бөлінеді екен. Өздеріңіз көріп тұрсыздар слайдта. Ауыр қаруланған және жеңіл қаруланған. Олардың өздерінің атқаратын міндеттері бар екен. Мысалға, жеңіл қаруланған атты әскер жауға күтпеген жерден тұтқиылдан шабуыл жасайды. Яғни жеңіл, аттары да жеңіл, үстіндегі адамдары да жеңіл, мысалы суретте көріп тұрғандарыңыздай. Және олар тез шегініп кетеді. Олар жаңағы шолғыншы, барлаушы міндеттерді атқарған. Яғни жаудың қай жерде екенін алдын ала білу, қай жерде орналасқан, жасағы қанша екенін тез жылдам қимылдап, сондай міндеттер атқарған. Яғни ол жеңіл қаруланған. Келесі ауыр қаруланған атты әскер. Жауынгерлер де олардың аттары да сауыт киген. Яғни өте ауыр жаңағы әскерлер көріп тұрсыздар. Аттарына да және жауынгерлеріне де үстіне сауыт кигізген екен. Ары қаратай, ежелгі әскери өнердің дамуы деген тақырып. Әскери өнердің дамуы деген тақырыпты қарайық.
Ассирия оңтүстік батыс Азиядағы әскери өнер дамыған елдердің бірі. Ассирияда жаңағы әскердің соншалықты дамығандығы, ол жерде бізде соғыс техникалары бар екен. Енді қараңыздар, біздің заманымызға дейінгі 8-ші ғасырда Ассирия билеушілері бірнеше әскери реформа жасаған. Реформа дегеніміз заң. Қандай реформалар? Біріншіден, жақсы қаруланған күшті әскер құрылды. Екіншіден, патшаны қорғайтын арнайы бөлім де жасақталған. Яғни патшаның өзінің бөлек әскері бар, және де жалпы үлкен әскер бар екен. Енді осы жақсы қаруланған әскердің өзі ішінен бөлінеді жүйелерге. Мысалға, жаяу әскер, жаңа айтқан, жаяу жүретін, мына суретте көріп тұрсыздар, артында жаяу әскер. Одан кейін атты әскер, атқа мінген жаңағы жауынгерлер. Одан кейін қос дөңгелекті арбалы әскер. Міне мына суретте көріп тұрсыздар. Арбалы әскер, яғни арбаның үстінде 2 адам отырады, біреусі арбаны айдайды, екіншісі жаңағы садақпен немесе найзамен қарсыластарына жаңағы өз қимылын білдіреді, қарсылығын білдіреді. Енді қараңыздар, 200 жаяу әскерге, мысалы 200 жаяу адам жүрсе, ол жаяу әскердің жанында міндетті түрде 10 атты әскер болады. Яғни 10 атпен жүретін адам болады. Және де бір соғыс арбасы болады. Яғни солай бөлек-бөлек бөлінген екен. Осын жаттап алыңыздар. 200 жаяу әскерге 10 атты әскер, бір соғыс арбасы. Және де қос дөңгелекті арбалар мен атты әскерлер Ассирияда біздің заманымызға дейінгі 9-шы ғасырда қолданыла бастады. Мына суретте көрсетілген, міне саят құрған Ассирия патшасы. Жаңағы арбалы, атпен аң аулау үстінде. Енді ары қаратай, ассириялықтарды жорық кезінде арнайы жұмысшы әскери бөлімдері болған екен. Бұл басқа мемлекеттерге қарағанда ерекшелігі осыда. Мысалы, бөлек тағы да жұмыс істейтін әскер бар. Мысалы, әскер, армия, ол жаңағы соғысқа арналған, соғысады. Енді олар соғыспен қатар жаңағы қара жұмысты істеп жүрсе, яғни қара жұмыс дегеніміз қандай ол жерде? Мысалы, қараңыздар, жол жасау, көпір салу, мысалға, соғыс лагерлерін тұрғызу, жаңағы үйлерді салу, тынығатын жерлерін бәрі жасап жүрмейді ғой. Оны бөлек жаңағы әскерлердің тобы істейді екен. Енді мына суретте өздеріңіз көріп отырғандарыңыздай, Ассирия әскерлерінің жаңағы өзеннен өтуі, мына қапқа жаңағы жапырақтарды, жеңіл жаңағы жемістерді толтырып, сол жемістері арқылы соларға мініп, мына өзеннен жаңағы малдап өтіп жатқан суреті. Осы жерге қарап назар аударсаңыздар болады. Қаланы басып алу тәсілдеріне келетін болсақ, енді осы кіші Азиядағы бүкіл осы мемлекеттердің барлық тәсілдері бірдей деп айтсақ болады. Мысалға, Ассирияныкін қараңыздар. Дөңгелекті арбаның үстіне орнатылған қамал бұзатын қарулар жасалған. Яғни міне дөңгелегі бар арба, осының үстіне осындай үлкен машина орнатылған, бұны таран деп атайды. Бұнымен жаңағы қамалдарды бұзатын болған. Одан кейін қос қапталдан соққы беру тәсілдері де қолданылған. Міне көрсеңіздер, мына жерден екі жақтан бүйірден, мына жақтан, мына жағынан жаңа соққы беру тәсілдері. Одан кейін жауға түнде шабуыл жасау әдістері де іске асырылған. Яғни түн кезінде тұтқиылдан шабуыл жасап, қалаларды, жаңағы мемлекеттерді басып алу әдістері. Қала тұрғындарын аштыққа ұшыратып, жеңіп алу әдістері пайдаланған. Яғни қаланы жан-жағынан қоршап, қалаға келетін өзен жолдарын, қалаға келетін жаңағы сауда жолдарын барлығын жауып тастап, қаланы ішінен ашаршылыққа душар етіп, солайша қалаларды, қамалдардың барлығын жаулап алған. Енді ары қаратай қарастырайық. Жаулаушылық соғыстар мен империялар шекараларының өзгеруі. Яғни мемлекеттер бір-бірімен үнемі соғысып отырады. Кіші Азия территориясында бірнеше мемлекет бар. Оларды қазір картадан сызып көрсететін боламын. Солардың ішіндегі бірінші мемлекет қараңыздар. Хет патшалығы. Хет патшалығының билігі күшейген кезде елдің оңтүстігінде Сирияны басып алды. Міне, мына жерде сіздерге қызылмен салынып көрсетіп тұрған мемлекет бұл Хет патшалығының территориясы. Сирия дегеніміз міне. Яғни Ассирия бұл Сирияның территориясы. Территориясында орналасқан қазіргі. Осы территорияны басып алды. Одан кейін біздің заманымызға дейінгі 4-ші ғасырдың соңына қарай Мысыр қайта өрледі. Міне, Мысыр деп отырғанымыз мына жер. Африканың солтүстік шығыс бөлігі. Мысыр қайтадан өрлейді, не істейді? Мына Хет мемлекеті мен Мысырдың арасында жаңағы соғыс басталады екеуі. Енді бұл екеуінің соғысу себебі мына Сирияның территориясына талас. Мына жерде көрсетіліп тұр сіздерге. Енді оның шешімі қалай болады? Яғни нәтижесі қалай болады? Нәтижесінде біздің заманымызға дейінгі 1280 жылы адамзат тарихында ең алғашқы рет бейбіт келісім шарт жасалады. Яғни оған дейін ондай бейбіт келісім шарт мүлдем болмаған. Яғни Хет патшалығы мен Египет немесе Мысырдың арасындағы бейбіт қарым-қатынас. Оның нәтижесінде Сирияның солтүстік бөлігі Хет патшалығына, Сирияның оңтүстік бөлігі Мысыр
патшалығына қаралған, яғни мемлекетті екіге бөліп алған. Вот міне, осын жаттап алыңыздар. 1280 біздің заманымызға дейінгі. Ары қаратай қарастырайық. Біздің заманымызға дейінгі 8 ғасырда Ассирияның қуаты арта түсті, одан сайын үлкен империяға айналды. Ассирия ең алдымен Урартуға соққы берді. Ал енді Урартудың территориясын қарайық. Урарту қазіргі Арменияның территориясында орналасқан, яғни Кавказ. Мына территорияда Урарту деген мемлекет. У деп жазылайын. Яғни Урартуға шабуыл жасады. Ассирия деген мына мемлекет ортасында орналасқан. Келесі, батысқа аттанып Жерорта теңізіне дейінгі жерлерді жаулап алды. Міне Жерорта теңізінің бойындағы Палестина территориясының барлығын ежелгі хананейлер тұрған жер, осы жердің барлығын жаулап алды. Одан кейін оңтүстікке аттанып Вавилонды, Мысырды басып алды. Мына жердегі Мысыр, мына жердегі Вавилон. Яғни осындай үлкен территория Ассирияның орналасқан жері болды. Енді ол мемлекеттерді қазір қайтадан қарастырып өтетін боламыз. Сонымен келесі Парсы империясы. Парсы патшасы Кураш, немесе біз Кир деп білеміз оны, Мидияны басып алды алғашқы кезде. Міне, мына жерге қарасаңыздар, мынау енді карта орысша, бірақ сонда да қарауға болады. Мынау парсылардың ең алғашқы пайда болған территориясы. Кішкентай ғана, яғни Иранның территориясында орналасқан. Одан кейін не істейді? Одан кейін олар алғашқы Мидияны жаулап алды. Міне Мидия деп жазылып тұр, Мидияны жаулап алды. Мидиядан кейін онан соң әскермен Вавилонға басып берді. Міне картада көрсетіліп тұр. Вавилон территориясын жаулап алды. Мысырға тәуелді болған Финикия мен Палестина парсыларға қарсылық көрсете қоймады дейді. Яғни не деген сөз? Мына жерде орналасқан Финикия, мына жерде орналасқан Палестина. Яғни осы мемлекеттерді жаулап алды. Орта Азиядағы жауынгер сақ тайпаларының жеріне шабуыл жасады. Міне мынау Қазақстан территориясына үсті, Қазақстан территориясында орналасқан Массагет, яғни сақ тайпаларының жеріне шабуыл жасады. Бірақ та сақтардың жерін жаулап алу оңайшылыққа түспеді. Сол себептен Кирдің орталық Азияға жасаған жорығы сәтсіздікке ұшырады. Кирдің орнына Камбиз патша билікке келеді. Кирдан кейін Камбиз билікке келеді, ол Мысырды бағындырды, яғни міне Египетті бағындырды. Сонымен өздеріңіз көріп отырғандарыңыздай, мына үлкен территорияның барлығы жасыл түстегі. Бұл Парсы империясының аумағы. Сол кездегі. Ары қаратай келесі Кирді, Камбизді білдік. Одан кейінгі парсылардың билеушісі бұл бірінші Дарьявуш. Біз оны Дарий деп білеміз. Біздің заманымызға дейінгі 518 жылы сақтарға қарсы жорықты бастады. Яғни ол да орталық Азияға шабуыл жасады, бірақ оның жасаған жорығы да сәтсіздікпен аяқталды. Орталық Азиядағы соғды сақ тайпалары парсыларға қарсылық көрсетті. Дарийдің мұрагері Ксеркс Грекияға шабуыл жасаған. Мына жердегі Грекия территориясы осы жерге шабуыл жасаған. Сонымен біз парсылардың 4 билеушісін білдік. Яғни Кир, Камбиз, Дарий және Ксеркс. Бізге кездесетіні осылар екен. Міне картаға назар аударсаңыздар, жаңағы орысша картаның версиясы, бұл қазақша көрсетілген, алғашқы слайдта көрсетілген. Сонымен оңтүстік батыс Азиядағы өктемдік етіп отырған мемлекеттер. Біз жаңағы уже 3 мемлекетті қарастырдық. Біздің заманымызға дейінгі 2-ші мыңжылдықтың орта кезінде Хет патшасы Кіші Азияны биледі, яғни жаңағы территорияның барлығында Хет мемлекеті билік құрып отырды. Енді ол мемлекет не істейді? Ол әлсірейді ғой. Ол әлсірегеннен кейін орнына біздің заманымызға дейінгі 8-7 ғасырларда Ассирия жарқырай көрінді дейді. Яғни Хеттің орнына Ассирия үлкен мемлекет болады, яғни үстемдік етіп отырады. Ассирия не істейді? Ол да әлсірейді, ол да жаңағы өзінің құлдырау кезеңін бастан кешеді. Одан кейін біздің заманымыздың 7-ші ғасырында Парсы империясы жаңағы үлкен аумақты иемденіп жатады. Яғни бұл деген нені білдіреді? Бұл деген тарих алма кезек, яғни бір мемлекет кетсе, орнына басқа мемлекет келеді. Осыны аңғаруға болады екен. Енді мына карта сіздерге көрсетіп отырған себебі неде? Себебі жаңағы біз айтқан мемлекеттердің барлығы қай жерде орналасқанына, дүние жүзінің картасына жаңағы қарайтын болайық, қарап көрейік. Яғни біз өтіп жатқан, өткеннен бергі Қосөзен, мына Ассирия, Парсы патшалығы деген мемлекеттердің барлығы дәл осы территорияда. Мына жердегі Египет, мына жердегі жаңағы Хет патшалығының жері, Сирия, Вавилон деген сияқты мемлекеттер. Яғни Кіші Азия. Кіші Азия территориясы. Жақсы. Ары қаратай жалғастырайық. Енді жаңа айтқан империяларды нақтырақ сол империялардың ішіне кіріп қарастырамыз. Бірінші Хет патшалығы территориясын көрсеттім сіздерге.
Хет патшалығына қызылмен көрсетіліп тұрған жер. Қазіргі Түркияның жері, білесіздер ғой Түркия, Стамбул, Анкара, там жазда қыдыратын жер. Вот, сол Түркияның территориясында өмір сүрген. Бұл Кіші Азия деп атаймыз. Кіші Азиядағы ең үлкен өзен Галис. Бұл кезінде Галис деп аталған, ал қазір сол өзен Қызыл Ермак деп аталады. Яғни былай деп сұрайды, бұл тестте кездескен. Түркия жеріндегі Галис өзенінің ертеде қазіргі атауы Қызыл Ермак. Көрдіңіздер ме? Осыны жаттап алыңыздар. Елдің оңтүстігінде тау жоталары басым кездескен, яғни көп. Сол себептен ол жерде бізде күміс таулар деп атайды. Күміс таулар. Астанасы Хатуса, Хет мемлекетінің астанасы. Мына жерде Хатушаш деп берілген, бірақ бұл енді карта орысша болғандықтан солай жазылыпты. Мықты қаласы Ниса. Ең әсем, ең көркем, өте үлкен жаңағы Хатусадан кейінгі. Мысалға, мынау бізде Нұрсұлтан болсын, мынау мысалға Астана қаласы деп. Солай жаттап алыңыздар. 1595 жылы Вавилонды тонаған, яғни Вавилонға шабуыл жасаған, Сирияны басып алып, Мысырға қарсы шыққан. Яғни Хет патшалығына қарсы қатысты фактілер осы. Келесі мемлекет Ассирия. Міне, жаңа айтып өткен 8 ғасырда үлкен үстемдік құрған мемлекеттің территориясы Ассирия. Осындай үлкен жерді алып жатты. Ішіне жаңағы бүкіл кіреді. Вавилонның солтүстігінде пайда болған Ассирия. Міне Вавилон. Мына жерде Вавилонның солтүстігі деген үсті. Яғни осы территорияда Ассирия ең алғаш пайда болған. Біздің заманымызға дейінгі 15 ғасырда Ашур қала мемлекеті көтеріле бастады. Міне, Ашур қала мемлекеті дегеніміз мынау. Бір кішкентай қала. Ашур қала мемлекеті көтеріліп, оны жаңағы даму барысында дамығаннан кейін ол үлкен Ассирия деген империяға айналып отыр. Сол империяға, яғни біздің заманымызға дейінгі 605 жылы Мидия мен Вавилондықтар қауіп төндіріп, Ассирия империясын құлатады. Яғни мына жерде бізде Мидия бар, мына территорияда, мына жерде жаңағы Вавилон бар. Яғни осы Мидия мен Вавилон Ассирияға шабуыл жасап, қауіп төндіріп, ақыр аяғында үлкен империяның түбіне жетеді. Парсы империясы келесі. Парсылар. Ежелгі Парсы империясының өркендеуі бірінші Дариймен байланысты. Дария-Вуш, біз Дарий деп айта берейік. Дарий не істеді? Мемлекетті гүлдендірді, өркендетті. Ол таза асыл алтыннан дарик дейтін теңге шығарды. Яғни ол теңге сол замандағы бағалы өте құнды ақша болды. Яғни біздің қазіргі доллармен іспеттес бүкіл әлемдерде, бүкіл әлемнің елдерінде айналымда жүрген. Одан кейін империяны 20 аймаққа бөлді. Әр аймақты өзінің басшыларын сайлаған. Одан кейін Сарды қаласынан басталып, бүкіл Кіші Азияны басып өтіп, Сузы қаласына дейін созылған патша жолын салдырған. Яғни мына жерде қарасаңыздар, Сарды қаласы көрсетілген, Сарды қаласы, мына жерде Сузы қаласы көрсетілген. Яғни осы екі қаланың ортасын жалғайтын патша жолы. Яғни ол патша жолын салдырған осы Дарий. Осыны жаттап алыңыздар. Келесі тақырыпша бұл Заратуштра ілімі. Заратуштра ілімі дегеніміз бұл дін, яғни орта ғасыр деппін ғой, ежелгі замандағы сол Кіші Азияның жерін мекендеген халықтардың дініне келейік. Парсы тілді халықтардың ең көрнекті әдеби шығармасы бұл Авеста. Авеста деген бұл еңбек кітап, мына жерде көрсетілген, міне қалған үлгісі Авестаның. Бұл бірнеше кітаптардан тұрады, том-том. Енді осы Авеста шығармасында бізде Заратуштра ілімі уағыздалады. Халыққа бұл дінге келіңдер деген сияқты оны тарату мақсатында жазылған. Жақсылық, қайырымдылық құдайы Ахура Мазда. Яғни Заратуштра дініндегі құдай осы жақсылық пен жамандық, Ахура Мазда екен. Жамандық пен қатыгездіктің құдайы Анхра Маню. Жаттап алыңыздар. Яғни Парсы мемлекетінің екі құдайы белгілі болды. Ахура Мазда, Анхра Маню. Енді бірінші Дария-Вуштың кезінде Ахура Маздаға сыйыну кең тараған. Яғни Ахура Мазда бұл аспанның билеушісі, ал жердің билеушісі Дарий. Яғни аспанның билеушісі Ахура Мазда, жер билеушісі Дарийдің қамқоршысы деген сөздер кездеседі екен. Орталық Азия халықтарының грек-македон басқыншыларына қарсы күресі. Ал енді сіздерге түсіндіріп кетейін. Грек-македон, бұлар кімдер? Бұлар Македония, яғни Македония мемлекеті. Бұл туралы мына оқулықта, яғни 5-ші сынып оқулығында толықтай анықтама бермеген екен, сол себептен өзім түсіндірейін. Яғни Македония мемлекеті Грекияның солтүстігінде пайда болған. Ол мемлекеттің негізін қалаған Филипптің баласы Александр Македонский. Ол не істейді?
ол орталық Азияға қаратай жорық жасайды. Яғни содан бастап қана берілген оқулықта содан бастап қарастырамыз. Парсы мемлекетін жеңген Ескендір Зұлқарнайын дейді. Яғни қазақша аты Ескендір Зұлқарнайын. Яғни Абай Құнанбаевтың осындай поэмасы бар, Ескендір деген. Александр Македонский жаңағы шын есімі. Бұл шығысқа қарай бет алады. Шығыс деп отырғанымыз біздің Қазақстанның орталық Азияның территориясы. Біздің заманымызға дейінгі 330 жылы Әмудариядан өтіп, Соғды елінің астанасы Самарқанды басып алады. Міне мына жерде көрсетілген орталық Азиядағы барлық мемлекеттер. Мына жерде жаңағы Парфия мемлекеті, Бактрия, мына жерде Соғдылар. Мынау сақтар біздің Қазақстанның территориясын көріп тұрсыздар. Сақтар орналасқан. Енді Соғды мен Бактрия жерінде грек, македон басқыншыларына қарсы көтерілістер болады. Ол көтерілістің жетекшісі бізде Спитамен, яғни сақтар мен соғдылардың жетекшісі. Біздің заманымызға дейінгі 329 жылы Спитамен Александр Македонскийға төтеп береді. Яғни Македонский орталық Азия халықтарынан жаңағы жеңіліске ұшырайды. Ескендірге тойтарыс берген сақтар, бактриялықтар, соғдылықтар. Осы үш мемлекетті жаттап алыңыздар. Осыны сұрауы мүмкін жаңағы көп вариантыда. Яғни Александр Македонскийға төтеп берген халықтар деп. Сақтар, соғдылар және бактриялықтар екен. Арғата енді келесі Бактрия мемлекетін қараймыз. Бұл қай мемлекет? Бұл дегеніміз қазіргі Тәжікстан мен Ауғанстан аумағында орналасқан, яғни орталық Азияда. Білесіздер ғой, қазір Ауғанстан, Тәжікстан. Әмудария, Сурхандария, Кафирниган, Вақ жазықтарында егін егіп бау-бақша өсірген. Және де олардың астанасы Бактр. Яғни Бактрияның астанасы Бактр. Бразилияның астанасы Бразилия деген сияқты. Бактрия күшейді. Эфтиден патшаның тұсында. Яғни Эфтиден деген бірақ билеушісі берілген оқулықта. Бактрия қымбат лазуриттің бірден бір орталығы. Яғни бұл Бактрияны атақты көктас елі деп атаған. Кезіндегі халықтар атақты көктас елі. Лазурит деген өте бағалы жаңағы зергерлік тасын суреттен көріп тұрғандарыңыздай. Біздің заманымызға дейінгі 4-3 ғасырларда Бактрия жерінде үлкен қоныстар мен қалалар пайда болған. Яғни қала деген бұл мемлекетте өте көп, жақсы дамыған екен. Орталық Азиядағы бірден бір қала дамыған мемлекет осы Бактрия. Патшалары мың қаланың билеушілері деп аталған. Мың қаланың билеушілері. Осыны жаттап алыңдар. Мына нәрсе тестте келеді сіздерге. Келесі Қушан патшалығы. Бұл қазіргі Өзбекстан, біздің оңтүстіктегі көршілеріміз, және Қырғызстан және де Қашқария. Қытайдың солтүстігі жаңағы Қырғызстан мен екеуінің ортасындағы жер. Яғни осы үш аумақта орналасқан. Біздің заманымыздың басында Бактрия жерін басып алып 5 аймаққа бөліп, сол 5 аймақтың бірінде Қушан мемлекеті пайда болады. Құрылады ары қаратай. Қушан мемлекетінің билеушісі екінші Қатпыз бізге белгілі. Оның тұсында мемлекет үлкейеді, яғни аумағы жағынан да, барлығы жағынан Үндістанға жорық жасайды, өз ақшасын шығарады. Яғни Қатпыз ақша шығарды, Үндістанға жорық жасады. Осын жаттап алыңыздар. Келесі Қатпыздан кейінгі билеушісі 23 жыл мемлекетті билеген бұл Қанышке. Қанышке не істеген? Қанышке Үндістандағы билігін кеңейтті, одан сайын, яғни жаңа Қатпыз жаулап алған жерлерді одан сайын кеңейтті. Одан кейін Шығыс Түркістан жерін басып алды. Осы кезде, яғни Қанышкенің кезінде Ұлы Жібек жолы үстемдік ала бастады. Енді келесі мемлекет Парфия патшалығы. Парфия патшалығы бұл бізде Иран территориясында орналасқан. Мынау Персия деп тұрғанымыз орысша, жаңа парсылардың ең негізгі территориясы. Парсылардан кейін билік етіп үстемдік құрған Парфия мемлекеті. Яғни осы территорияда, осы кішкентай жерде құрылған алғашқы, одан кейін осындай үлкен территорияны жаулап империя болған екен. Қараңыздар. Біздің заманымызға дейінгі 3 ғасырда Иранның солтүстігінде қалыптасқан Бактрияның батысы. Яғни мына жерде примерно Бактрия бар бізде, орталық Азияда, жаңа Ауғанстан мен Тәжікстан территориясында. Оның батысында Парфия патшалығы. Бұл мемлекеттің негізін қалаған Арсақ. Жаттап алыңыз, Арсақ. Арсақтан кейін оның інісі Тиридат билікте отырады. Екі билеушісі ғана бар. Бұрын бізде Арсақ, Тиридат, Митридат деген билеушілерін қарайтынбыз. Енді Митридатты алып тастаған тек Арсақ пен Тиридат, осы екеуін қарастырамыз. Біздің заманымызға дейінгі 53 жылы Крас бастаған Рим жорыққа шықты. Яғни міне қараңыздаршы, Римнің территориясын бағана ең алғашқы слайдта көрсеттім ғой сіздерге, үлкен аумақ. Яғни осы Рим дүркіреп үлкен болып тұрған кезде бұл бізде Парфия мемлекетімен шектелген. Екеуінің арасында қақтығыстар болған. Неге байланысты? Әрине территорияға байланысты. Енді қараңыздар, Парфия әскерінің қолбасшысы Сурен, ал біздің заманымызға дейінгі 53 жылы
Римнің әскерін бастап Парфияға жорыққа шыққан Марк Крас. Жаттауыңыз. Яғни Крас пен Суреннің арасындағы шайқас. Ол шайқастың нәтижесінде екі мемлекет, яғни Рим империясы бізде жеңіске жетеді. Рим мемлекеті. Келесі, діни көзқарастар мен мәдениетін қарастырайықшы енді осы орталық Азиядағы халықтардың. Ежелгі Орта Азия халықтарының көпшілігі Заратуштра іліміне сенген. Оны біз жаңа парсылар өткен кезде де айтып өттік. Ол жердегі біздің негізгі құдайлар Ахура Мазда құдайына табынды, Митра және Нана құдайларын қасиетті деп таныды. Келесі, орталық Азиядағы тағы бір дін, бұл Будда діні. Үндістанда негізі қалаған, Сиддхартха Гаутама негізін қалаған, оны алдағы сабақтарда қарастырасыздар. Елдің оңтүстік шығыс бөлігінде таралды. Термездегі Қаратөбеде, яғни орталық Азия Термез деген қала, сол жердегі Қаратөбе деген жерде Будда дінінің храмы кездеседі. Яғни біз содан біледі екенбіз, что орталық Азияда Будда діні басым болған. Одан кейінгі діндердің бірі, ежелгі дәуірде дүниеге келген, бұл манихейлік дін. Манихейлік діннің негізі Вавилонда қаланады, себебі ол діннің негізін қалаған Мани сол Вавилон қаласында дүниеге келген. Біздің заманымызға дейінгі 216 жылы. Және де енді қараңыздар, мәдениетінен бізде ғимарат. Сурх Котал төбесіндегі жеңімпаз Қанышке храмы жаңағы қазылып зерттелген. Яғни жалғыз орталық Азиядағы осындай үлкен храмды бізге берген оқулықта жеңімпаз Қанышке деген. Жалпы, достар, бүгінге осы орталық Азия, кіші Азия территориясындағы барлық мемлекеттерді қарастырдық. Бұрын бұл өте үлкен тақырып болатын, қазір оны қысқартып сіздерге нақты керегін ғана берген оқулықта. Сол оқулықта берілген барлық мәліметтерді сіздерге айтып бердім. Енді ары қаратай өздеріңіз конспект жасап, тапсырмаларды орындаңыздар. Сау болыңыздар.